Зұлымдықты насихаттайтын уағызшылардан сақтан. Солардың бірі Абдуллах Зуфар. Бұл өзбек тілді уағызшылардың бірі, жалпы ол әлеуметтік желіде үлкен белсенділікке ие уағызшы. Қазіргі кезде ол халықаралық іздеуде жүрген азамат. Жалпы оның әлеуметтік желідегі уағыздарына, өз алдына берген түрлі пәтуаларын қарайтын болсақ, түрлі контенттері жастарды жалпы қоғамды адастыруға алып баратын, Хаят, Тахрир, Аш-Шам сынды экстремистік немесе террористік ұйымға, жалпы сол ұйымға жастарды тарту мақсатында түрлі пәтуалары мен соғысты, жихадты насихаттайтын контенттері қаптап шығуда. Жалпы дін атынан өзінше осындай зұлымдыққа бастайтын, қоғамды бүлікке алып баратын осындай уағызшылардан біз сақтануымыз керек, және олардың уағыздарын таратып, оған қолдау білдіріп, ол ұйымға белсенді әрекет ететін іс-әрекеттерден аулақ болғанымыз абзал.